Саламатсыздар ма білім алушылар? Қазақстан тарихы пәнінен бүгінгі кезекті сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының Конституциясы саяси әлеуметтік тұрақтылық негізі деп аталынады. Сабақтың мақсатына келетін болсақ, Қазақстан Республикасының Конституциясының құрылымы мен мазмұны туралы мағлұмат беру, құқықтық мәдениетті қалыптастыру, жасөспірімдердің азаматтық белсенділігін арттыру. Бүгінгі сабағымызда Конституция мемлекеттің негізгі заңы, 1993 жылғы Конституция, 1995 жылғы Конституциялар туралы айтатын боламыз. Адам қоғамның заңсыз өмір сүре алмайтыны белгілі. Конституция мемлекеттің негізгі заңы болып табылатын білесіздер. Конституция деген сөздің латыннан аудармасы құрылғы, жарғы, заң деген мағыналарды білдіреді. Ежелгі Римде император билігінің кейбір актілері осылай аталған. Ең бірінші Конституция дүние жүзінде 1787 жылы қабылданып, осы күнге дейін қолданылып келе жатқан ақш-тың Конституциясы болып табылады. Европада бірінші конституциялар 1791 жылы Франция мен Польшада қабылданған. Конституция қоғамдық және мемлекеттік құрылыс негіздерін, мемлекеттік органдар жүйесін, олардың түзілу реттілігі мен қызметін, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін айқындайтын мемлекеттің негізгі заңы болып табылады. Конституцияның мәні мемлекеттің негізгі заңдылық мүдделеріне, халықтың шын мәніндегі еркіне сай келуімен және құзыреттілігімен айқындалады. Заң ғылымында Конституция деп жоғарғы заңдық күшке ие және қоғамдық құрылыс пен мемлекеттік құрылым, мемлекет пен тұлға арасындағы өзара байланыс, мемлекеттік орган жүйесінің қызметі мен ұйымдастыру негізін бекітетін негізгі заң деп түсіндіріледі. Конституцияның басқа құқықтық нормативтік кесімдерден мынандай ерекшеліктер бар екенін айта кетуіміз қажет. Яғни, қоғамдық қатынастардың негізін қалайды, құқықтың негізгі бастауы болып табылады, ең жоғарғы заңдылық күші бар, оның ерекше тәртіппен қабылдануы және тұрақтылығы болып табылады. Қазақстанның жаңа конституциялық заңын қалыптастыру тарихы өзінің бастауын 1990 жылғы 24 сәуірдегі президенттің қызмет орнын белгілеу туралы Қазақ КСР-ның заңы мен Қазақ ССР Конституциясына өзгеріс енгізілу кезеңінен басталады. Конституциялық заңдардың қалыптасуының екінші кезеңі 1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақ Советтік Социалистік Республикасы атауын өзгерту туралы Қазақстан Республикасының заңын қабылдаумен басталады. Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының қалыптасуының үшінші кезеңі 1993 жылы қаңтарда жоғарғы кеңес пен жаңа конституцияны қабылдаумен басталады. Бұл құқықтық акт Қазақстанның мемлекеттік және құқықтық құрылысын жаңаша анықтады. Конституция мемлекеттік егемендік жарияланған кезеңнен бастап қабылданған көптеген құқықтық нормаларды, конституциялық заңдардың принциптері мен идеяларын қабылдады. Сонымен Қазақстан Республикасының Конституциясы, яғни ата заңымыз 1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды. Конституцияның құрылымына келетін болсақ, Қазақстан Республикасының Конституциясы 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Атап айтсақ, бірінші бөлімі жалпы ережелер, екінші бөлім адам және азамат, үшінші бөлім президент, төртінші бөлім парламент, бесінші бөлім үкімет, алтыншы бөлім конституциялық кеңес, жетінші бөлім соттар және сот төрелігі, сегізінші бөлім жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару, тоғызыншы бөлім қорытынды және өтпелі ережелер деп аталынады. Біздің конституциямыз балалар, бұл біздің таңдауымыз. Оны құрметтеп, бағалау бізге міндет. Конституция бойынша өмір сүру ол демократияның ең жоғарғы сатысы. Оны білу, үйрену, тағылым ету бәрімізге парыз. Бүгінгі қол жеткенге тоқтамай алға басуымыз керек. Тек қана алға жылжуымыз қажет.
Сабақты қорытындылау мақсатында мына төмендегі сұрақтарға жауап бересіздер. Бұл сұрақ e-колледж сайтында үй тапсырмасы деген жердегі тақырыптың соңында сіздерге беріліп тұр. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Көріскенше күн жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.